ипотека үй алуға болмайды. Ипотека ол не? Өзі не бар? Өрде өсім бар. Өсім дұрыс емес. Мынандай сұрақ мынандай болғанда, мен ақшам арендаға квартирада тұрып жатырмын, неше жылдан бері. Ақшам ауаға шашып жатқан секілді. Біреуге беріп жатсың ғой енді. Өзінде үйде жоқ, баспанада жоқ. Біреуге беріп жатырмын тек қана. Одан гөрі ипотекаға үй алсам өзіме қалатын еді ғой деген сияқты сөз айтқан ғой. Сөз Сансызбай айтады, жоқ, болмайды, ипотекаға болмайды. Бауырлар дейді, ол үйдің ішінде квартирант болып тұрсаңыз да, оның ішінде иманды, ибалы ұрпағың өсіп жатыр. Тақуа балаларың өсіп жатыр. Иманды қыздарың өсіп жатыр. Уайымдамаңыз. Кейбір небір ағаларымыз уақытында общагадан бастаған дейтіндер де бар. Өмір бойы квартиранттар болмайды екен. Ондай адам жоқ екен. Өмір бойы квартирада тұрған адамдардың онда тізімі жоқ екен. Алла Тағала бәрі оған үй береді. Сынақ сондай. Демек, ақшаңыз зая кетіп жатқан жоқ, сол балаң есейгенге шейін, қызың бойжеткенге шейін не болды? Сен сол адал ақшаңды, адал квартираға төлеп тұрып тұрдың ғой. Бірақ уақыт келген кезде Алла Тағала саған үй бере салады. Үй проблема емес. Сол ұстазым айтады, Құдай сақтасын, ипотекаға үй алып ал. Оның ішінде енді дұрыс емес басталғаннан кейін, оның ішінде нәрселер дұрыс болмайды. Құдай сақтасын, ертең балаң наркоман болып кетсе, қызың жаман жолға жүріп кетсе, сол кезде айтсаң болады, өмірім заяға кетті деп, сол кезде айтсаң болады дейді. Сол кезде өзіңмен сөйлесең болады. Әттең ай, өмірім зая кетті ау менің. Өйткені балалар не болып кетті? Жаман жолға жүріп кетті. Өмір бойы квартирант бол, бірақ балаларың тақуа жігіт болып өссе, қыздарың иманды, ибалы, салиқалы ұрпақ болып өссе, ол зая емес ол. Ол зая емес. Ол сіздің болашағыңыз. Алла өмірін берсін балаларыңыздың, сол балаларыңмен де көркейсін иншалла.